Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге баланың құлағını массаж жасау арқылы әрі есту қабілеті жақсарады. Сосын кейбір нүктелері, әсіресе мына ұшындағы нүктесі баланың иммунитетін көтереді. Мына жағыны қаншалықты көбірек уқаласаңыз, мынау миышық бар ғой, миышық жағы ешқандай да не қылмайды. Не деген есте сақтау қабілеті нормада болады. Сосын баланың дамуы өте керемет жұмыс жасайтын болады. Құлақта деген көп нүктелерімізді қазір мен сіздерге уқалап массаж жасауды көрсетемін. Әрі бұл көбінесе баланың жақсы ұйықтауына да әсерін жақсы тигізеді. Мен көбінесе баланы туылғаннан бастап істеймін. Көбінде ұйықтап жатқан кезде өйстіп аяқпен тербетіп, жайлап отырып істеп тастаймын. Бізге ең керек болатыны, бізге ухачистка керек болады, құлақ тазалағыш. Сонымен кәдімгі біздің өзіміздің массаж майымыз керек болады. Қараңыздар. Бірінші мен құлақтың ішіні обязательно істеп жатқан кезде мынау тамырлар бар ғой, іштегі майда тамырлар, соларды тазалап шығу керек. Міне көріп жатсыздар, майланып жатыр, әдем болып. Іштерін тазалап алу керек. Іштерін тазалағаныңыздың өзі кәдімгідей балаға жағымды әсерін көрсетіп жатады. Қараңыздар. Міне. Бірақ ішке қарай, мынау ішіне қарай ешқашан мынау құлақ шұқышты ішке қарай кіргізбеңіздер. Тур осы жерден қайтыңыздар. Міне, кәдімгі іші тазарды. Менде онда қатты мұсыр болған жоқ. Мен кешке обязательно жатар кезге өзім істеймін. Балам жылап кеткен кезде уже құлағыны кәдімгі осы жерлерін уқаласам, кәдімгі ұйқы тартады балаға. Ми демалады ғой, ми. Сіз де өзіңіз, даже үлкен адамдардың өзі де кәдімгі құлағын уқалап, дәл осы жерін уқаласа, кәдімгі ұйқы тартады. Істеп көріңіздер. Қараңыздар, мен күнде тазалаймын, бірақ мұсырды қараңыз. Қанша көп шыққан. Енді уже бері қарай обязательно құлақты массаж істеп жатқан кезде қолды қыздырып алуымыз керек. Саусақтарды әсіресе қыздырып алуымыз керек. Неге дегенде құлақтың терісі өте жұқа болады. Қараңыз. Кәдімгі осылай ұстаймыз. Дәл осылай келеміз. Біртіндеп келеміз де, кейін кезде кәдімгі мына жерлерін уқалаймыз кәдімгі. Міне, қалай көріп жатсыздар, жұмсақ қылып, дәл осылай уқалауымыз керек. Сосын миды жақсы істететін неміз. Құлақтың арт жағын ашамыз кәдімгідей. Кәдімгі үстіп ашып, жұмсақ, жайлы массаж істейміз. Балаға массаж істесеңіз, дәл осылай массаж істесеңіз, кәдімгі жағымды әсер етеді балағашы. Әріші иммунитетін көтереді баланың. Тура осылай. Есту қабілеті өте әдемі болады. Тур осы жерін кәдімгі істей берсеңіз, миышық әсер етеді. Миға кәдімгі әсер етіп, негізі балада ми терең демалу керек. Қалай ми терең демалу керек? Кислород жақсы жетіп барады, дәл осылай массаж істесек. Әрі баланың құлағының ішіне кәдімгі мұсыр жинала бермейді.
кейін мен сіздерге бір ескертіп айтайын. Тура мына құлақтың міне. Көріп ғой, осы жұға перде болады болар, иә, міне қараңыз. Тура мына точканы көріп жатқан болсаңыздар, осы точканы жаңағы мен мынау не емес, таза нені аламыз, ухачисканы аламыз да, тура осы жерін басып 1, 2, 3 деп айналдырамыз. Айналдырып, тура осы жерде баланың иммунитетін көтеретін, міне, жүйке-жүйесін тыныштандыратын точка бар. Қараңыз. Өте жақсы әсер көрсетеді. Қараңыз. Бала деген керемет ұйықтайды. Кейін суық тиюдің да алдын алады. Баланың иммунитеті көтеріңкі болса, суық тимейді, иә, білсеңіздер. Міне қараңыздар. Кәдімгі бүйтіп істеген кезде қызару керек. Міне, кәдімгі қызарды, иә. Мен қатты басқан жоқпын, бірақ кәдімгі қызару керек. Кейін тура осы жерінде қатты емес, жұмсақ қылып басу керек. Кәдім иммунитеті көтеріледі. Міне, дәл осылай міне істеп болдық. Құлақтың міне айналасы полный міне істелді, иә? И кейін мына ұштарын, нүктелерін айтып өттім сіздерге. Кейін ұйықтамай жатқан балаға кәдімгі былай, міне, тура осылай, тура осы точканы, тура осы нүктесін басып бите берсеңіздер, бала деген өздігімен ұйықтап қалады. Егер менің ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы сіздер қандай ақпараттар қызықтырады, маған айтып өтіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.